Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі видеомызда біз жасөспірімдер, яғни юниорлық олимпиаданың 7-ші есепке келген есебін шығарамыз. Осы биыл қыста келген. Кликбейтте мен деген оқушының есебі деп жазып қойдым, бірақ енді ол ондай қатты қиын емес, әрине. Так, есептің шартымен танысайық. Бізде Фибоначчи тізбегі берілген. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 деп кете береді. Шексіз тізбек, яғни бұл тізбектің мағынасы алғашқы екі мәні берілген бізде. Және үшінші саннан бастап әр сан, әр мүшесі оның алдыңғы екі мүшесінің қосындысына тең болып тұрады. Бізде есепте 2023 орында тұрған санның соңғы цифрын табу керек. Яғни Фибоначчи тізбегі ол рекуррентті қатынаспен беріледі. Мысалы, оны А деген әріппен белгілейді, немесе F деген әріппен, көбінесе F деп белгілейді. Яғни бізде бірінші және екінші мүшесі берілген, олар екеуі де бірге тең. Ал үшінші мүшесінен бастап, яғни AN плюс 2, ол алдыңғы екі мүшесінің қосындысына тең, яғни AN плюс 1 мен AN плюс 1 және AN. Немесе F1, F2 деп жазады кейде. Көп әдебиетте осылай жазады, F әріпімен, Фибоначчиға байланысты. Немесе үлкен F әріппен жазу мүмкін. Кейде қатынасты былай жазып қояды. Fn ол алдыңғы екі мүшесінің қосындысына тең, Fn-1 плюс Fn-2. Так, бізге сонда F 2023 мүше, соның соңғы цифрын табу керек деп айтылып тұр. Мысалы, ол бір қандай да бір сан болса, A1, A2 деген K таңбалы сан болса, мысалы, бізге соңғы цифрын табу керек AK. Немесе басқаша оны былай түсінуге болады. 2023 мүше болатын санның 10-ға бөлгендегі қалдығын табу керек. Яғни кез келген санның 10-ға бөлгендегі қалдығы ол сол санның соңғы цифры болып табылады. Так, бұл есепті қалай шығарамыз? Бізде F Фибоначчи мүшесінің 2023 мүшесін теоретически табуға болады, яғни оның формуласы бар, бірақ формуласын көрсетейін сізге. Міне үстіңгі немесе астыңғы екеуі бір формула, просто мына жерде түбірасты 2-ның n дәрежесі дегенді алымына түсіріп жіберген астында. Бене формуласы деп аталады, түрі қорқынышты формула. И бұл формуламен енді олимпиадада әрине ешкім есептемейді. Біз қазір басқа әдіспен есептейміз, кәдімгідей қалдық арқылы есептейміз. Сонымен қараңыздар. Біз Фибоначчи мүшесінің алғашқы мәндерін білеміз ғой. Сол алғашқы мәндеріне қарап отырып, біз қазір оның қасиеттерін тауып аламыз, бөлінгішті қасиеттерін, и соған қатысты есептің жауабын тауып аламыз. Так, біріншіден, бізде 10 модуль бойынша қалдығын табу керек, яғни 10-ға бөлгендегі қалдығы, соңғы цифры. 10 дегеніміз бізде не? Ол 2 көбейтілген 5. Яғни бізге 2-ге және 5-ке бөлгендегі қалдықтарын тауып алсақ, біз 10-ға бөлгендегі қалдығын таба аламыз. Так, Фибоначчи мүшесінің алғашқы Фибоначчи тізбегінің алғашқы бірнеше мүшесін жазып шығайық. Мысалы, бірінші мүшесі 1, екіншісі 2, одан кейін, то есть екіншісі 1, үшіншісі 2, төртіншісі 3, 5, 5-ке 3, 8, 5-ке 8, 13, 8-ге 13, 21, 13-ке 21, 33, 21-ге 33, 55, міне осылайна кете береді. Бізге барлығын жазудың қажеті жоқ, бізге алғашқы 2-үшеуі ғана жетеді, даже алғашқы 2-еуі ғана жетеді негізі. Енді қарайық, осы жерде бірінші сан бізде тақ сан, екіншісі ол да тақ сан, үшіншісі жұп сан. И все, ары қарай біз уже білеміз заңдылығын қалай болатын. Қараңыз, біз төртінші санды жазу үшін біз алғашқы оның алдындағы екі санды қосамыз ғой, таққа жұпты қосамыз, бізде тақ сан шығады. Бесінші санды табу үшін қайтадан жұп пен тақты қосамыз, бізде тақ сан шығады. Алтыншысын табу үшін тақ пен тақты қосамыз, жұп сан шығады. Сонда бізде тақ сан, жұп сан деп қайталана береді. Яғни каждый 3 сан сайын бізде үштік қайталанып отырады. Тақ, жұп, 2 тақ, 1 жұп, 2 тақ, 1 жұп, осылайнан кете береді. Яғни бізде цикл, басқаша айтқанда цикл Т1 деп жазып қояйын. Цикл бұл жерде 2-ке бөлінгіштік бойынша 3-ке тең болып тұр. Яғни қараңыздар, 2023 сан алатын болсақ алғашқы. Осы 2023-ті 3-ке бөлейік.
3-ке бөлгендегі қалдығын таба салайық. Яғни бұл сан 3-ке бөлінбейтіні түсінікті, себебі 3-ке бөлінгішті қасиет бойынша біз цифрларын қосамыз. 2-ні 0-ді, 2-ні 3-ті бір-біріне қосайық, сонда бізде 2 плюс 0 плюс 2 4 болады. 3-ті қосамыз 7 болады. 7 деген сан 3-ке бөлгенде бір қалдық береді. Бір қалдық. Яғни 3-ке бөлінбейді деген сөз. Түсінікті, иә? Ал бір қалдық береді деген сөз бізде 3 сан осылайынан үштіктерге бөліп тастасақ, міне соңғы үштік и ар жағында тағы бір сан қалады. Осы сан 2023 сан болады. Немесе F 2023 сан. Бірінші тұрады. Яғни бір сан. Сонда біз бұдан қандай қорытынды жасаймыз? Ол сан бізде тақ сан болады. Міне. Әр үштіктегі бірінші сан ол тақ сан циклдағы. Яғни біз бұдан A 2023 немесе F 2023, яғни Фибоначчи тізбегінің 2023 мүшесі, ол тақ сан екенін анықтаймыз. Яғни 2-ке бөлгенде бір қалдық береді деген сөз. 2-ге бөлінгіштік бойынша анықтадық, иә, былай деп жазып қояйық. F 2023 ол 3-ке бөлгенде 2-ке бөлгенде бір қалдық береді. Яғни тақ сан деген сөз. Енді 5-ке бөлгендегі қалдығын қалай табамыз? 2023 мүшенің. Ол үшін не істейміз? Ол үшін қайтадан бірнеше мүшелерін жазып шығайық. 1, 1, 2, 3, 2-ке 3, 5, 3-ке 5, 8, 13, 21, 34, 55. Міне алғашқы 10 мүшесін жазайық. Көрнекілік үшін. Негізі 2 мүшесі де жеткілікті. Енді осыдан біз қазір осы сандардың астына біз осы сандардың 5-ке бөлгендегі қалдықтарын жазып шығайық. Яғни біз сандардың өзін жазбаймыз, біз олардың 5-ке бөлгендегі қалдығын жазамыз. 1-ді 5-ке бөлген кезде қалдық 1 болады. Түсінікті, иә? Яғни 5-тен кіші сан, сол санның өзіне тең болады қалдық. Яғни 1 дегеніміз ол 0 көбейтілген 5 плюс 1 деген сөз. 1-дің қалдығы 1-ге тең. Енді 2-нің қалдығы 2-ге тең. Яғни ол алғашқы қалдықтары да тура сол рекурренттік ереже бойынша қосылады. Түсінікті, иә? 1-ге 2-ні қосамыз, 4-ші санның қалдығы 3-ге тең. 2-ге 3-ті қосамыз, 5-ші санның қалдығы 2-ге 3-ті қоссақ 5, ал 5-ті 5-ке бөлсек бізде 0 болады. Осыдан біз Фибоначчи тізбегінің бір тамаша қасиетін байқаймыз, қазір көресіздер. Яғни каждый 5-ші сан 5-ке бөлінеді. Номері Фибоначчи тізбегіндегі мүшенің номері 5-ке бөлінсе, онда ол сан 5-ке бөлінеді. Енді 3-ке 0-ді қосамыз 3 болады. Бұл 6-шы мүше. 0-ге 3-ті қоссақ 3 болады. 3-ке 3-ті қоссақ 6 болады. 6 дегеніміз не? 6 дегеніміз ол 5-ке бөлгенде бір қалдық беретін сан. Яғни 1 деп жазамыз. Келесі. 3-ке 1-ді қосамыз 4 болады. И 4-ке 1-ді қоссақ 5 болады. 5 дегеніміз қалдығы 0. Яғни қайтадан 0 болып тұр, 10-шы мүше. Яғни нөмірі 5-ке бөлінетін мүшенің біз 0-ге тең болатынын көреміз. Так, астына нөмірлерін жазып қою керек. Мысалы, мынау F1 болса, мынау F2 болса, мынау бізде F10-шы мүше. И біз ары қарай жалғастыра береміз қазір. Жалғастыра береміз, пока бізде цикл пайда болғанша. Сонда 11-ші санды табу үшін 4 пен 0-ді қосамыз, 4 болады. Бұл 11-ші санның қалдығы F11, немесе R11 деп жазуға болады. Енді 10-ші қалдық бізде 0, 11-ші қалдық бізде 4. Қосамыз 4 болады. Бұл 12-ші мүшенің қалдығы 5-ке бөлгендегі. Ары қарай 4-ке 4-ті қосамыз 8 болады. 8-ді 5-ке бөлгенде қалдық 3. Бұл F13. Жалғастырамыз, 4-ке 3-ті қосамыз 7, қалдығы 2. Бұл F14. 3-ке 2-ні қосамыз 5, қалдығы 0. Бұл F15. Яғни көріңіз ғой, 5-ші мүшесі. Яғни мүшесінің нөмірі 5-ке бөлінсе, онда ол мүше 5-ке қалдықсыз бөлінеді деген сөз. Ары қарай 2-ге 0-ді қосамыз, ол 2 болады. Бұл F16. 0-ге 2-ні қосамыз 2 болады. Бұл F17. 2-ге 2-ні қосамыз 4 болады,
4 болады, бұл F18. Так, менде сенақта симай қалды. Қазір мына жерде бітіре салайын мен. 2-ге 4-ті қосамыз, 1 болады. 6 болады. 5-ке қалдығы 1. Бұл F19. И енді қараңыздар, мен мына жерге қызылмен жазып қояйын ортасына. Давайте сарымен жазып қояйын. Енді қараңыз, мына соңғы 18-ші мүше мен 19-ші мүшені қоссақ, 20-ші мүше шығады. Ол 0. Яғни біз көріп тұрмыз, каждый 5-ші сан 5-ке бөлінеді. Енді осы жерден F21-ді табатын болсақ, ол F20, яғни F0 қосылған F19, яғни 1. Ол 1-ге тең. Цикл бізде тұйықталды. Түсініп тұрсыз ғой, бізде қайтадан 1 пайда болды. И келесі сан қайттан 1 болады, яғни F22. F22 ол да 1 болады, яғни ол мынау 0 мен мынау 1 қосылады екеуі. Сонда біз нені байқамыз? Все, қайтадан біз циклмен кете береміз енді. Қайтадан 1 шықты, одан кейін қайтадан 1 болады, одан кейін 2, одан кейін 3, и осылайынан қайталана береді. Яғни бұдан қандай қорытынды жасаймыз? Яғни Фибоначчи тізбегіндегі сандар әрбір 5-ші сан әрбір 20-ші сан, 20 сан сайын 5-ке бөлгендегі қалдықтар қайталанып отырады деген сөз. Түсінікті, я? Яғни оны біз былай деп жазып қояйық. Так, сонда бізде 5-ке бөлгенде қалдықтар Т20-ға тең периодпен қайталанады деген сөз. Периодпен қайталанады. Түсінікті, яғни 20 сан қалдықтары, келесі 20 сан тура сондай қалдықтар шығады. Келесі 20 сан тура солай. Цикл деп аталады. Сонда 2023-ті 20-ға бөлетін болсақ, бұның қалдығы 3-ке тең. 2020 бөлінеді ғой бізде 20-ға. Модуль 20 бойынша қалдық 3. Яғни бізде осы цикл, осы 20 қалдықтың ішіндегі 3-ші санды таңдап алу керек. Ол 3-ші сан қандай сан? Ол 3-ші сан бізде мынау. F3. Мына 2 деген цифр, 2 деген сан. Яғни 3-ші санның Фибоначчи тізбегіндегі 3-ші сан, Фибоначчи тізбегіндегі 3-ші сан, 20-ны қосамыз 23-ші сан, 20-ны қосамыз 43-ші сан, и осылайынан кете береді. Ең соңында F2023. Олардың барлығының 5-ке бөлгендегі қалдығы 2-ге тең. Түсінікті, я? Мына жерде мен көкпен көрсетіп қойдым жоғарыда. Мынау 2-ге тең болып тұр. Сонымен біз F2023 мүше, ол туралы не білеміз? Яғни біз 2 нәрсе білеміз. Біріншіден ол бізде тақ сан, и екіншіден 2023 сан 5-ке бөлгенде 2 қалдық береді. 5-ке бөлгенде 2 қалдық береді. 2 қалдық береді. Немесе басқа сөзбен айтқанда 2023 ол бізде 2-ге тең модуль 5 бойынша. Енді біз 10-ға бөлгендегі қалдығын бірден табамыз. 5-ке бөлгенде 2 қалдық беретін сандарды жазайық. 2 деген сан 5-ке бөлгенде 2 қалдық береді. 7 деген сан 5-ке бөлгенде 2 қалдық. 5-ті қосып отырамыз, мысалы 12, 17, 22, 27 и осылайынан кете береді. Бірақ бізде ол 5-ке бөлгенде 2 қалдық береді. И оған қоса еще ол сан бізде тақ болу керек. Ал 5-ке бөлінетін сандар тақ жұп деп ауысып отырады. Яғни ол мынау сан болу керек. Мынандай түрдегі сан. 7-ге аяқталатын сан. Түсінікті, я? Сонымен біз есебіміз шықты. Яғни F2023 мүше ол 7 деген қалдық береді 10-ға бөлгенде. Яғни соңғы цифрасы бізде 7 деген сөз. Біз соны анықтадық. Есептің жауабы бізде 7.